Армысыздар, қымбатты көрермен, ассалаумағалейкум. Алаш Шорта тікелей эфирде елге сәлем бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Азамат Кәлімбек және әріптесім Наргиз Айдын. Амансыздар ма қазақ елі? Елге сәлем бағдарламасы тікелей эфирде хабар таратуды бастайды. Күнтізбеде 20 ақпан, бейсенбінің берекелі күні. Күндеріңіз сәтті өтсін дегім келеді. Алға қойған жоспарларыңыз толығымен орындалсын. Жалпы есте қалар бір күн болсын дегім келеді. Ендеше әдеттегідей облысымыздағы ауа райы болжамымен таныс болайық. Кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Экранға зер салайық, қымбатты көрермен, назарларыңызға бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы. Қымбатты көрермен, ауа райы болжамымен таныс болдық. Бүгін ауа райының жылылығы байқалады. Осы берекелі бейсенбі күнінде ауа райының жылылығында далаға шығып, серуендеп қайтуларыңызға рұқсат. Және де адам денсаулығы үшін далада жүру өте пайдалы екенін айтқымыз келеді. Сондай-ақ көп рет жаңа қадам бассаңыздар да адам денсаулығына тигізетін әсері көп дегім келеді. Енді шынында да көбінесе уақытымыз осы жұмысқа арнап жатамыз, жаңағы тіршілік деп жатамыз. Сол осы таза ауада жүру, жаңа орманға барып жүру сияқты кейбір әрекеттер тысқары қалып жатады. Сондықтан естеріңізге сала кетейік, бүгін осы берекелі бейсенбінің жылы күнін таңдап далаға серуендеп қайтуларыңызға кеңесімізді береміз. Енді осы Наргиз өзіңнен сұрағымыз келіп отыр. Өзің қаншалықты ауа райының осы жылылығына қарап серуендеуге шығасың қаншалықты? Табиғат аясымен қаншалықты тілдесесің? Жалпы енді достарымызбен табиғат аясына шыққанға қарсы емеспін, бірақ жаяу жүргенде тез шаршап қалатыным бар, сондықтан да енді көп жаяу жүре қоймаймын, өтірік айтпаймын. Ендеше осы әрекетіңді алдыға қойып, алдағы уақытта жаяу жүруді әдетке айналдыру керек деп ойлаймын. Бүгін 20 ақпан. Наргиз, қандай оқиғалар болды деп ойлайсың? Тұрғындарға, көрермендерге ұсынған жөн көріп отырмыз. Ендеше экранға зер салайық. Мың 1872 жылы Нью-Йоркте метрополитен мұражай ашылған екен. Дәл осындай ерекше мұражай 1872 жылы іске қосылған. 1962 жылы алғашқы америкалық орбиталық ұшуға жіберілген Джон Гленн атты Америка құрама штаттарының тұңғыш астронавты жерді 3 мәрте айналып шыққан екен. 1988 жылы Агата Кристи атты рок тобы құрылды. Осындай жаңағы әлемдік деңгейдегі оқиғалармен есте қалған екен бүгінгі күн. Ал дәл қазір әуезді ән ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Бейнеклип, ән тамаша әуезді ән екен. Қалың көрермен назарына ұсынды. Менің ең сүйікті орындаушым Димаш Құдайберген болатын. Енді маған да бір тамаша көңіл күй сыйлады десек болады. Енді рұқсат болса, біздің қозғағалы отырған ең бірінші, ең өзекті тақырыбымызбен таныстыра өтсеңіз. Қымбатты көрермен, бүгінгі көтеріліп отырған тақырыбымыз ауқымды жаңа заман мамандықтары дегіміз келеді. Бүгінгі күнгі жаңа заман мамандықтары өте заман дамыған сайын, әлеуметтік желі, оның ішінде интернет дамыған сайын түрлі салалар мамандық иелері дамып келе жатқан сөзсіз. Бүгін жаңа заман мамандықтарына қандай мамандықтар жатады? Осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Студиямыздың құрметті қонағы Ақерке Айтқазина, СММ маманы. Қош келдіңіз, Ақерке ханым. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша.
Жалпы енді Ақерке ханым, өзіңізден сұрағымыз келіп отыр. Бұл салада енді осы SMM мобилография деген терминдар пайда болғаннан бастап жүрген мамансыз ғой, өте білікті, өте тәжірибелі. Қазіргі таңда осы таргетолог, SMM маманы дегеннің барлығын көбісі бір салада жүргеннен кейін бір маман деп ойлайды. Бұл негізі дұрыс пікір ме, әлде қате пікір ме? Негізінде қате пікір, бірақ та енді қарапайым халық болғаннан кейін біз оларға айта алмаймыз ғой, олай пікір айтпаңыздар, олай ойламаңыздар деп айта алмаймыз. Әрине әркім өзі біледі қалай қабылдаса да, дегенмен де бұл жаңағы айтылып отырған мамандықтардың барлығы сол әлеуметтік желіні дамытатын болғандықтан бір-біріне ұқсас. Қазіргі таңда мысалға мобилограф, SMM, таргетолог деген сияқты барлық енді үш бөлек сала ғой. Таргетолог мысалға әлеуметтік желіде продвижение дейміз ғой, сонымен айналысады. Мобилограф болса ол контентті түсірумен айналысады деген сияқты. Әрқайсының өзінің салалары бөлеге, сол туралы нақтылап түсіндіріп айта өтсеңіз. Ара жігін ажыратып таныстырып беріңізші. Жақсы. Негізі мен бұл салада уже 4 жылдан артық уақыт жүрмін. Ең алғашында SMM мамандығымен айналысып бастадым. Ал SMM дегеніміз ол енді мен 4 жыл бұрын оқыған кезде мен үшін SMM да, мобилограф та, таргетолог та мен бір маман болып есептелдім, өйткені ол кезде солай қабылдады адамдар. Ал қазір SMM деген ол әлеуметтік желідегі жаңағы ол Instagram болсын, ол Facebook болсын, TikTok болсын, сол желіні дамыту, яғни күнделікті публикация салынуы, ақпараттардың берілуі, акциялардың ұйымдастырылуы, соның барлығы негізі SMM маманының жұмысы. Яғни жаңағы маркетолог жұмысы бар ғой, сол маркетолог жұмысы SMM маманы маркетологтың қызметін атқарады, бірақ та маркетолог жалпы офлайн, онлайн жұмыс жасайтын болса, толыққанды SMM маманы тек бір әлеуметтік желі үшін барлық маркетинг жағын қарастырады. Ал жаңағы мобилограф дегеніміз сол әлеуметтік желіде жаңағы сатылым әкелетіндей әдемі жаңағы тартымды контентті түсіретін маман. Мобилограф деп айталатын себебі ол тек телефонмен ғана жұмыс жасайды, видео жасаса да, фото жасаса да. Негізінде кәдімгі бұрынғы бізде видеографтар жасайтын ғой, үлкен камерамен. Дәл сол жұмыс тек телефонмен жасалынатын болғандықтан оны мобилограф деп айтады. Ал таргетолог мамандығы, жаңағы біз Инстаграмда әлеуметтік желіні қарап отырғанда, енді қазір барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, рекламалар шығады ғой бізге. Түрлі реклама шығады. Сол рекламаны әлеуметтік желіге жіберетін маманды таргетолог деп айтады. Ал қазіргі таңда мен бұл саланың барлығын зерттеп болып, қазір енді мен маркетолог мамандығымен айналысамын. Яғни айтып кетейін, мына жерде түсіндіріп, мені жаңа сіздер айтып жатсыздар ғой, SMM маманы деп. Мен қазір SMM маманы емеспін, мен маркетологпын. Бізде Семей қаласы бойынша тек жалғыз ғана үлкен маркетинг агентствосы бар, өңдеу маркетинг агентствосы. Сол агентствоның негізін қалаушы маркетологпын. Ал менің командамда көптеген SMM мамандары жұмыс жасайды. SMM мамандары, мобилографтар, таргетологтар, қазір трендте болып жатқан TikTok таргетологы, TikTok продвижениясы, стримға шығу, ванхун, сол мамандардың барлығы қазір біздің маркетинг агентствомызда бар. Ал мен сол жердің негізін қалаушы ретінде және де әрбір келген клиентімізге маркетинг план дайындап отырамын. Сонымен айналысам қазіргі таңда. Керемет, түрлі салаларды жаңа айтып қалдыңыз. Қазір енді тіпті TikTok әлеуметтік желісінде де арнайы мамандар бар ғой дейме, қателеспесем, сату мамандар десек болады. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз. Қазір TikTok дәл қазіргі сәтте өте ауқымды дамуда. Әсіресе жаңағы сату жағынан, онлайн сату, тікелей эфирде сату деген өте жаңағы ауқымды келе жатыр. Тіпті былай айтуға да болады, қазір Инстаграмнан шығып TikTokқа ауысуда. Неге? Себебі Инстаграм желісінде білеміз, кім қандай кәсіп бастаса да Инстаграм арқылы дамытты осы уақытқа дейін. Қарапайым халықта отырады, ол жерде бүкіл кәсіпкерлер де отырады. Яғни Инстаграмда конкуренция деген өте үлкен болып кетті. Мысалы, мен жаңадан бастап отырған кәсіпкер болсам, мысалы алайық бір киім сатам.
бастасам, егер де мен Инстаграм желісінде менің уже шығуым қиындайды, себебі менің алдымда қаншама киім нишасында жүрген кәсіпкерлер бар. Ал TikTok желісіне баратын болсам, ол жақта менде конкуренция аз, жаңағы шығуым, сатылым жасауым тез, өсуім тез, клиент жинауым тез, бірақ та ол жақта бір жақсы жаңағы оқырмандар дейді ғой, пользователь деп айтамыз біз қарапайым тілде. Сол пользовательдар ол жақта өте көп, бірақ та кәсіпкерлер кәсібін TikTok арқылы дамытуды енді қолға алып жатқандықтан, негізі қазіргі таңда енді бастап жатқан кәсіпкерлерге TikTok арқылы даму өте актуалды болып тұр. Енді бұлай алып қарасақ, осы TikTok әлеуметтік желісі өте бір алпауыт желілердің біріне айналды ғой, өйткені алдыңғы 3 жылмен салыстырған кезде оқырмандарының саны да өсті, аудиториясының жаңағы жас ерекшелігі де өзгерді. Бұрын мысалға тек жас буын, жастар отырады десек, қазір өзі аға буын, үлкендер жағы болсын, сол TikTok әлеуметтік желісінде отырады. Бірақ сол әлеуметтік желіге жасалып жатқан контенттің саны бар, сапасы жоқ болып жатады. Мысалға өзіміздің жақын шетелдерді алып қарасақ, Қытайды алып қарасақ, сол TikTok енді сол жақта көп дамыған ғой. Ол жақта контенттің сапасы бір бөлек, біздің ұсынып жатқан контентіміздің сапасы бір бөлек болады. Оның жаңағы сыры неде дейміз ғой, былайша айтқанда, біздің контент неге төмен? Дұрыс бағытта пайдалана алып жатыр ма? Өте жақсы сұрақ. Қазақстанға бұл енді ғана келіп жатыр, және де біздің жалпы табыстауға болатынын түсінбей жатқан сияқты негізінде көп адамдар. Иә, TikTokты дұрыс пайдаланбайды. Табыс, сондай үлкен табыс әкелетін желі екенін енді біз түсіндіріп жатырмыз. Өйткені біз алдыңғы буын деп айтуға болады. Осы саланы зерттеп, халыққа енді жеткізудеміз. Бірақ та бізге келген оқырмандардың көбі расымен де түсінбейді. Бізге келіп жатқан жаңағы клиенттеріміз түсінбей жатады. Неге бұл жерде мынандай ой ғой? Бізде алғашында TikTok шыққанда, TikTok негізі жаңағы развлекательный бағытта жүрді, яғни көбінесе көңіл күйді көтеру бағыты, жаңағы әзіл, солар көп шығып кетті да Қазақстанда. Ал ол шетелде алғаш шыққанда сондай бағытта шықты да, шетел оны уже табыс табуға қарай көшірді. Бізге ол енді келгенде, бізге де сол жаңағы развлекательный бағытта келді. Енді көбінесе балалар отырады, мысалы TikTokта байқасаңыздар, жаңағы трендтер түсірумен айналысады. Бірақ та қарап отырсақ, мен мысалы осы уақытқа дейін TikTokты өзім мойындамадым. Ойладым, TikTok ол балаларға арналған, жаңағы уақыт өткізуге арналған желі деп ойлайтын. Расымен де енді барлығы солай ойлайды деп ойлаймын ол желіні, Бірақ та байқап өзім анализировать етіп қарасам, мысалы менің жолдасым үйде TikTok қарайды, уақыты бос болған уақытта, ал мен TikTokқа мүлдем уақытым жоқ. Себебі менде в основном Instagram желісімен жұмыс жасаймын. Және де менің балаларым да TikTok қарайды арасында бос болған кезде. Яғни TikTokта еще реклама жіберу қазір шығып жатыр. Олар TikToктан рекламадан көреді, қай жерде күшті, мысалы, киімдер бар, қай жерде қолжетімді бағада жаңағы азық-түлік сатылып жатыр, қай жерде жеміс-жидек сатылып жатыр. Маған олар ссылкасын жібереді. Ағарке, мына жақта осындай болып жатыр екен, давай барып алайық деген секілді пікір айтады да. Ал мен әрине өзімнің отағасының айтқанына көніп, бірге барып сол TikTok желісі арқылы сатылымдар жасап, біз алып жатыр екенбіз, мен байқамайды екенмін оны. Сіздер де дәл солай деп ойлаймын, туысқандарыңыз жібереді, семейде осы жерде мынандай бар екен дейді. Сіздер әрине қызыққаннан ол жаққа барып сатылым жасайсыздар, аласыздар. Яғни біз сол жаңағы развлекательный контенттің арасында жүріп, қалайша біз TikTok арқылы сатылымдар жасап жатқанымызды, өзіміз сатып алып жатқанымызды білмейді екенбіз. Мен оны анализировать етіп, енді ғана көріп байқап жатырмын да, расымен де солай деп. Негізінде Қазақстанның 30% оны тек дұрыс пайдалануда. Қалған 70% тек развлекательный контентті қабылдауда. Бірақ та бұл осы алдағы бір жылдың ішінде, мен ойлаймын, TikTok желісі
жаңағы ауқымды не алады деп. Сіз жаңа айналысып жүргеніңізге 4 жыл деп қалдыңыз ғой деймін, қателеспесем. 4 жыл бұл жалпы СММ бағытында. Өте керемет. Енді тағы бір білгіміз келіп отыр. Енді бұл салада қандай да бір жетістікке жету үшін белгілі бір білім алып оқыған дұрыс па? Міндетті түрде. Міндетті түрде. Өйткені қараңыз, біз тікелей кәсіпкерлермен жұмыс жасаймыз, кәсіпкерлердің кәсібін дамытумен айналысамыз. Ал егер де бізде білімнің жетіспеушілігі болатын болса, біз қалайша кәсіпкерлердің кәсібін жаңағыдай үлкен жауапкершілікпен қалай ала аламыз біз ол кісілерге сатылым әкелетін бағытты білу керекпіз, қалай рекламаны дұрыс жіберу керек, қалай әлеуметтік желіде қандай акциялар ұйымдастырған дұрыс, оның барлығын білу үшін, барлығын жаңағы грамотно жеткізу үшін білім міндетті түрде керек. Енді қазір мысалға қарап тұрсақ, мемлекет басшысының өзі жаңағы TikTok академиясы дейміз ғой, сол тақырыпты көтеріп жатыр, Осы жақында ғана бір аптаның көлемінде TikTok әлеуметтік желісі кішкене істемей қалып еді. Жастар қауымының барлығы сол ақпараттан көп қағып қалды, Қазіргі таңда мысалға әлеуметтік желі істемей қалған жағдайда SMM блогер мамандары жұмыссыз қалады деген пікір бар. Оған қаншалықты келісесіз? Менің ойымша, енді әлеуметтік желі егерде енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, осы бейбіт заманда егер өмір сүре беретін болсақ, онда әлеуметтік желі ешқашанда жоғалмайды деп ойлаймын. Себебі бұл қазіргі заманның ағымы. Қазір адамдардың барлығы соған уже үйренген. Бізде мысалы қазір телефонсыз өмір сүру, бұрын бізде телефонсыз өмір сүрген заман уақыты болса, қазір біз өз өмірімізді телефонсыз елестете алмаймыз. Біз бір уақыт телефонымыз 1 сағатқа өшіп қалса, біз уже бір айдалада қалғандай боламыз, Сол себепті де мен ойлаймын, жалпы бейбіт заманда әлеуметтік желі тоқтамайды. Егер бір Құдай сақтасын бір алапат жағдайлар болмаса, тоқтамайды. Енді таңертең оянғанның өзінде біз өзі будильниктің өзін жаңағы телефоннан өшіріп жатамыз. Телефонды міндетті түрде істейміз, Әлеуметтік желідегі контенттің сапасын қалай көтеруге болады деп ойлайсыз? Өйткені енді жаңа бастап жатқан блогерлар болса, олардың енді курс сатып алуға деген сияқты қаржылай жаңағы жағдай жетпей жатады, бірақ сапалы контент ұсынғысы келеді. Ондай жағдайда не істеу керек? Негізінде мен осыны өте тереңірек қараймын, себебі жаңағы бізде андай көбейіп кетті ғой, курс жасайды, оны 1 миллионға сатады, 500 мыңға сатады, жаңағы халықты рассрочка кредитке кіргізу деген секілді. Сондай енді кешірсін, бірақ біз инфо-сыған деп айтамыз оны. SMM мамандары біз солай айтамыз. Яғни ауа сататын курстар өте көбейіп кетті. Өте көп, Дәл сол ауаны сатып алып, жаңағы ойлайды да, басында мен өте сапалы контент жасаймын, мен деген болды, мен өзгерем деп курс сатып алады, бірақ сатып алған курс ауа болып қалады да, жаңағы сапалы контенттерін сапалы жасай алмай жатады. Енді ал мен өзіме келсек, менде мысалы ондай үлкен қымбат курстар жоқ, жаңағы менторство, наставничество деп айтып жатады ғой. Мен ондай нәрсемен айналыспаймын. Және де мен всегда қарапайым халықты және енді бастап жатқан мамандарды қолдаймын. Сол себепті егер де біздің өңдеу маркетинг орталығынан оқығысы келетін болса, бізде өте тиімді курстар бар. Өте тиімді және де өте сапалы, нақты білім беретін курстар бар. Бізден оқуға мүмкіндік бар. Яғни енді ғана бастап жатқан мамандарға. Және де мына жетес келетін жағдай, осы SMM саласын, таргетолог саласын қазіргі жастар жаңағы өздігімен оқып, өздігімен үйренеді ғой, самоучка деп айтамыз, ондайды. Сондай мамандар көбейіп кетті, және өте арзан курстарда бар, жаңағы ауа сататын, сондай курстарды сатып алып, өзін SMM блогерпін деп шығарады да. Яғни кәсіпкерлермен жұмыс жасайды, бірақ та кәсіпкерлер сол
мамандармен жұмыс жасағаннан кейін SMM мамандарынан көңілі қалып жатады, иә, ой, ол жұмыс жасай алмайды, оның бәрі өтірік деген секілді. Сол уақытта жаңағы қалай айтсам болады, SMM мамандарына кіргеліп жатады негізінде. Ал оның барлығы жаңағы SMM мамандары сапасыз контент жасағаннан кейін, жалпы сапалы контент жасау үшін міндетті түрде білікті, сапалы жерден білім алу керек. Яғни сондай ойлар кәсіпкерлер, мысалы былай айта аламын, қазір SMM маман өте көп. Өте көп, иә. Байқайтын шығарсыздар, мобилографтар да өте көп, иә. Бірақ та соның ішінде сапалы жұмыс жасайтын нағыз мамандар өте аз. Оларға сұраныс өте көп, сапалы мамандарға сұраныс өте көп. Жаңағы бір мысалы оқығысы келеді, ойлайды да, ой, SMM-шіктер көп қой қазір. Мен клиент таба алмаймын ғой деген секілді пікірде болады да, жаңағы тоже білім алуға нақты жаңағы қалай айтсам болады, нақты білім алып дамуға қорқады да. Оның барлығы жаңағы кішкентай сапасыз енді бастап жатқан SMM мамандарының болғандығынан солай ойлайды. Ал семейде дамып келе жатыр ма негізі? Негізі семейде дамуда, даму үстінде, бірақ та семейде әлі күнге дейін көп кәсіпкерлер бұл саланы түсінбейді. Иә, мысалы бізге келеді, біздің маркетинг орталығына жүгінеді. Қарапайым көзқараспен қарайды, иә? Біздің маркетинг орталығына маған таргетолог керек деп жүгінеді. Біз ол кісіні зерттеп қарай келе көреміз, ол кісінің парақшасы жоқ тіпті. Парақшасы жоқ әлеуметтік желіде, немесе бар, бірақ жүргізілмеген, яғни жоқтың қасы. Ал біз ондай парақшаға таргет рекламасын жібере алмаймыз, яғни клиенттің бюджетін сливать етеміз. Ол деген уже кәсіпкерлер әлі дұрыс түсінбей жатыр деген сөз. Ойлайды да, таргет жіберсем маған клиент көп келеді, болды, мен табыс табамын деп ойлайды. Енді көп кәсіпкерлердің тағы бір қате ой ғой, әлеуметтік желіде оқырмандарымның саны көп болса, мен оқырмандар жинап алсам, міндетті түрде менің бизнесім жүреді дейді. Ол жаңағы оқырмандардың санына емес, ұсынып жатқан контенттің сапасына байланысты ғой. Әрине, және де мынандай түсінік бар, накрутка жасайды. Өзінде мысалы 500 подписчик болса, ойлайды, ой, мен ертең 5000 подписчик қып алсам, маған көп клиент келеді деп 5000 подписчикті накручивать етіп алады. Ал оның кейін оның салдарын көреді. Себебі бізде Инстаграм әлеуметтік желі ол жаңағы робот, барлығын зерттеп қарайтын робот. Егер де менің 1000 подписчигім болса, мен салған контентті оның жоқ дегенде 30% көру керек. Яғни 1000-ның 30% ол 300. Менің салып жатқан күнделікті историяларымды, публикацияларымды жоқ дегенде 300 адамнан кем көрмеу керек. Егер 300 адамнан кем көрсе, яғни мен накручивать етіп алсам, бот маған ешқандай просмотр, ешқандай жаңағы активность әкелмейді. Яғни мен боттармен отырып, менің 1000 подписчигім бола, 5000 подписчигім бола тұра 30%-ға жетпесе, Инстаграм ойлайды, мына Ағарекенің салып жатқан контенті өзінің 5000 оқырманына қызықсыз. Яғни мен бұл салып жатқан контентті дамытпаймын дейді. Ол қаншалықты сапалы болса да, ол қаншалықты креативный, сатылым әкелетін болса да, Инстаграм бот подписчигі бар жаңағы оқырманның, пользовательдің контентін дамытпайды. Себебі ойлайды, бұның контенті сапасыз, қызықсыз, өзінің подписчиктері қарамай жатыр дейді. Ал егер де сіздің подписчигіңіз хоть 100 подписчик болса да, өте активный жаңағы оқырмандар болса, мені 100 подписчиктің ішінде бір 50 адам қарап тұрса, онда Инстаграм ойлайды, мынау өзінің аудиториясына өтіп жатыр. Яғни мен бұл видеоны рекқа шығарам дейді да. 100 подписчигі бар клиенттердің видеосы рекқа шығып жататын кездер болады. Керемет. Яғни өзінің түрлі инструменттері, алгоритмдары бар бұның да. Жақсы. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, тағы бір атқаратын жұмыстарымыздың бірі бұл жаңа таргет жұмысы деп. Бұл қандай сала? Таргет жұмысы ол бағана басында айтып кеткен болатын сіздерге, әлеуметтік желідегі реклама. Әлеуметтік желідегі реклама. Яғни, мысалы, ол жерде біз кез келген
видеоны, кез келген историяны рекламаға жібере алмаймыз. Оның да өзінің белгілі бір шарттары бар, иә. Яғни клиент әкелетіндей болу керек. Біздің клиентіміздің бюджеті ауаға кетіп қалмау керек. Жаңағы өзінің белгілі бір заголовоктары болады, клиентті тартатындай. Соның барлығын қарастыра келе, арнайы креативпен жіберіледі таргет рекламасы. Жақсы. Сізге уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік. Семей жұртшылығына айтар, жүрек жарды жылы лебізіңіз болса, мархабат, өте ауқымды тақырыпты қозғағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіздерге де рахмет, қонақ қылып шақырып, сұхбат алып отырғандарыңызға, және де Семей халқына да жалпы Қазақстан еліне бейбіт өмір тілеймін. Осы қазіргі енді қазақ мемлекеті расымен де дамып жатыр. Барлық әлеуметтік желіні дамытып жатырмыз. Сол қалыптан таймайық. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының айтқанындай TikTok желісіне мән берейік, TikTok желісінде дамайық деген секілді. Жалпы біз дамыған 50 елдің қатарына қосыламыз дейміз ғой. Дамыған 30 елдің қатарына. Дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін біз әлеуметтік желіні дамытуды тоқтатпауымыз керек. Сол себепті де сіздерге әлеуметтік желіні қолға алуды ұсынамын. Енді берген сүбелі сұхбатыңызға, пайдалы ақпараттарыңызға алғысымызды білдіреміз. Енді келешекте өзіңізге де кәсібіңізде табыс тілейміз. Үлкен рахмет. Құрметті көрермен, қазір сұхбатымызды үзіп, бір әуезді ән тыңдап алайық. Одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Әрі қарай қозғайтын тақырыптарымызда өте қызық, өте ауқымды болмақ. Экран. Қымбатты көрермен, керемет көңіл күйде хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Кезекте қозғалып отырған тақырыбымыз ауқымды. Бүгін 20 ақпан тағы бір атаулы күнмен толыққан екен. Енді қандай күн десеңіздер, 20 ақпан дүниежүзілік әлеуметтік әділеттілік күні. Осындай елеулі бүгін күндердің бірі екен. Осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямыздың құрметті қонақтарымен таныс болыңыздар. Студиямызда қонақта Нұрлан Фазылұлы, Айдос Мақсатұлы және де Айжан Серікқызы, Абай облыстық адвокаттар алқасының мүшелері және адвокаттары. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы енді бүгінгі қозғалып отырған тақырыбымыз өте ауқымды тақырыптардың бірі. Бұл енді дүние жүзі бойынша тойланатын атаулы күн ғой. Жалпы сіздер үшін әділеттілік ұғымы қалай болып есептеледі? Енді сәлем бердік сіздерге, және де мұнда бір алғысымыз бар. Сіздер осы қашуметте бізді шақырып, осы студияға қонақ қып шақырып отырғандарыңызға. Бүгін күні мына осындай үлкен маңызды бір жағдай қаралып жатқанда, мен сіздерге айтып кетейін деген, мен өзім жалғыз келген жоқпын. Қасымда өзімнің әріптестерім, беделді адвокаттар, Абай облыстық адвокаттар алқасының мүшелері, Айжан Серіковна және де біздің Айдос Мақсатұлы бірге келіп, осы тақырыппен бөлісейік деп келіп отырмыз. Әділеттік жөнінде айтатын болсақ, жаңағы енді қорғаушының жұмысы сол әділетсіздікпен күресу ғой. Қай жерде болса да сол әділетсіздік деп. Әділетсіздік қай жерде болса да кездеседі. Ол қоғамдық, экономикалық, саясатқа тірелсенде, жаңағы әр жұмыстарда, педагогикалық жұмысында да, соның ішінде біздің де жұмыста да, мына заңгерлердің жұмыстарында әділетсіздіктер кездеседі. Сол үшін мына құқық қорғау органдары, прокуратура, сот, және де біз адвокаттар саласы, және де заң кеңесшілеріміз, бәріміз осы әділетсіздік болмаса екен деп, бәр күшімізді салып, мына бізде қазір азаматтық істейміз, әкімшілік құқық бұзушылық, әкімшілік істері жаңағы немелер бар, қылмыстық істер бар, соның бәрінде көрінеді, бір жерінен болмаса бір жерінен шығып көрінеді әділетсіздік. Осымен күресу саласы әр жерде әр түрлі. Экономика болса экономика, біз енді қорғаушы ретінде айтып отырғанымыз, экономика болса экономикалық сотында бәр күшімізді салып сол әділетсіздікпен күресуде, азаматтық болса азаматтық, енді қылмыстықта да ондай да көрін. Өзіміздің өмірімізде, күндергі өмірімізде біз көріп жүреміз, әділетсіздік қай жерде бар, қай жерде туындап тұр. Бірақ халықты осыған әділетсіздікпен күресу, белсенді күресу деген халықты шақыру, ол басқа
органдардың құзырында. Яғни жаңағы коррупцияға қарсы күресу дейді. Оған жаңағы бізде коррупцияға қарсы күресу мекемесі бар, антикор дейміз. Сол сияқты ана экономикалық қылмыстарға қарсы күресу орган бар, ТЭР дейміз. Солардың жұмыстары біздікі, қорғаушылардың біздің алдымызға қойған мақсатымыз қорғауымызға келіп бізден қорғауды сұраған азаматтарға әрқашанда дұрыс, әділетті өзіміздің білімімізге байланысты, саламызға байланысты көмек көрсету. Сол жерде олар өздерінің жаңағы мұндарын айтады. Қандай әділетсіздік болған, оған қарсы қандай әділетсіздік. Ол қалай оған қарсы дегенде жаңағы азаматқа мысалы не болмаса физикалық жағынан адамнан адамға қарсылық бір әділетсіздік болады. Не болмаса жаңағы қандай да бір мекемеден, қызметтен жаңағы еңбекке байланысты жаңағы қорлық көріп жатса, бұл әділетсіздік деп санайды. Соған біз көмегімізді көрсетуге тырысамыз. Енді бәрі біздің жұмысымыз сол деп жаңа айтып кеттім ғой. Сол сияқты енді ары қарай мына азаматтық істер, мен өзімнің тікелей шұғылданатыным көбінде қылмыстық істер. Ал енді қасымдағы әріптестерім, мысалы Айжан Серікқызы, ол кісі азаматтық іспен өтте белсенді, керемет, жақсы өзін-өзі адвокат ретінде көрсетіп жүрген азаматшамыздың бірі. Ал біздің Айдос Мақсатұлы тек қана адвокат емес, ол кісі мына біздің Абу Әлихан Бөкейхан университетінде мұғалім. Ол кісілердің тәжірибелері мол осы жағынан. Сол себептен осы кісілерге де сөз берсек дұрыс болады. Енді Айжан ханымызден сұрағымыз келіп отыр. Енді күнделікті жаңа айтып жатқандай азаматтық істермен және заң бұзушылықтармен бетпе-бет келесіздер ғой. Адвокат жұмысының негізгі қиындығы қандай және әділ шешімдерді шығару, құтқару жұмыс, жаңа қорғаушы жұмыстары қалай жүргізіледі? Қайырлы таң. Енді айта кететін болатын болсақ, біз заңгер болғандықтан әділдік, әділетсіздік деген нәрсеге көп деген ойланып толғанып келеміз. Ең бастысы біздің қоғамда ойлайтынымыз соттардың әділетті жұмыс істеу. Яғни сол істерді қарайтын сот болсын, прокурор болсын, мейлі деген құқық қорғау органдарында істейтін тергеуші болсын, басқа бір қызметкер болсын, өзінің ісін әділетті істеу, яғни заң талабына сәйкес жұмыс істеу деп біз айтамыз. Неге өйтіп келеміз? Өйткені деген 2019 жылы біз деген шетелге шығып, сол жерде деген келген кезде көп деген оның прецессиясы көрінді. Сол кезде қоғамдық, мысалы айтамыз, жүйер мәселелері, андай мысалар деп барлық мемлекеттер көтеріп жатады да, мемлекеттердің алды осындай міндеттер орындамасы де. Сонда қандай ой түйінге келдім? Бәріміз жүйер болсын, азаматтық қарым-қатынас болсын, әкімшілік болсын, қылмыстық болсын, барып сотта кездесеміз. Неге деген, мысалы, жеті жарғы жылдардан, қоғамдардан, мысалы, ғасырлардан бастап құқық қолдана бастады. Өйткені күндікті өмірімізде әділеттілік деген нәрсеге мән бермейміз, бірақ та деген егерде әрбір салада ол жеке қатынас болсын, мемлекет пен адам ортасына қатынас болсын, әділеттік шеңбері білінеді. Яғни ең бастысы қайтатымыз біздің заңнама, адвокатура не үшін құрылды? Мемлекет кепіл берген құқықтарды жүзеге асыруға көмектесеміз. Яғни адам өз құқықтарын жүзеге асыру үшін кейбір кезде құқықтық органдармен сот алдында жалғыз қалуы мүмкін. Сол кезде өз құқықтарын қорғауға көмектесуге тырысамыз. Айдос мырзаға сөз берейік, содан кейін егер сұрақ болса жалғастырамыз. Енді бізден айтқандай, әріптестеріміз айтқандай, біз көбінесе құқықтық құқық көрсетеміз, құқықтық көмек көрсетеміз, құқықтық әділетсіздіктер болған жағдайда. Енді қандай мысал жолдары болады өздерінің? Енді белгілі бізге адамдар арызбен бір нәрсе жүгінген кезде әртүрлі жолдар болады. Жәнегі азаматтық құқықтық қатынастар болса, сотқа беру арқылы құқықтарын қорғау болады. Сонымен қатар әртүрлі тағы да басқа жолдар бар. Мысалы, бізге келсе, біз прокуратураға арыз шағыммен жолданып көрейік дейміз. Егер полиция құзыретіне келсе, полиция жазамыз. Сонымен қатар, мысалы, кішкене эффективті түрде жұмыс жасау мақсатында басқа да, мысалы, қоғамдық бірлестіктер де болады.
мысалы атамекенде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мақсатында олардың өздерінің кеңестері болады. Кәсіпкерлер бізге жүгінсе, біз мысалы ақыл бере аламыз, осы атамекенге барайық, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мақсатында. Себебі олар арқылы қорғалса, тезірек сіздердің құқықтарыңыз қорғалуы мүмкін деп. Мысалы, сотқа жүгінсек, соттың процесі 3-4 айға созылуы мүмкін. Әкімшілік АППК бойынша 6 ай, 7 айға дейін созылады. Ал адамдарға тезірек құқықтарын, жаңағы бұзылған құқықтарын қорғау мақсатында тезірек результат керек болғандықтан, біз мысалы атамекенде мысалы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау кеңесі бар. Соларға жүгінуге мысалы ұсыныс білдіреміз. Мысалы соңғы мысалдарға келсек, әлеуметтік теңсіздікке байланысты жаңағы әлеуметтік Семей қаласында орталықта бір мекеме 3-ші этажын салған. Сосын акиматқа барса, рұқсат бермей қойды. Сіздер 3-ші этажға 2 этаж бар, 3-ші этажға рұқсат бермейміз деп. Айтады, маған неге рұқсат бермейсіз? Менің қасымда 10 этажды үй салынып жатыр дейді. Әлеуметтік теңсіздік деген осы ғой, мысалы құқықтар маған неге бересіздер, неге бермейсіз? Сол жаңағы сотқа жүгінсе, ол 6-7 айдан кейін ғана шешім қабылдайды. Содан жаңағы мысалы атамекенге барып, мемлекеттік органдарға арыз-шағым жазу керек деген ұсыныс енгізіп, соның арқасында ол кісілер жаңағы өзінің құқықтарын 6-7 айда емес, бір 2 айда, енді 2 ай ішінде жаңағы тиісті рұқсаттарын беріп, қағаздарын алды. Сондай жолдар көп, енді ол қорғаушыларға жүгінсе дұрыс, сонымен қатар жаңағы әртүрлі органдарға жүгінуге болады. Енді адвокаттар алқасы әрқашанда дайын, жаңағы адамдардың құқықтарын қорғауға бағытталған шара жұмыс жасауға. Жақсы. Яғни әлеуметтік теңсіздікке қатысты жақсы жаңағы мысал келтіре кеттіңіз. Енді Айжан ханым, азаматтық істердің ішіндегі белең алып тұрған қандай істер деп айтар едіңіз? Білесіздер ме, енді осы сұрақтарыңызға рахмет. Айта кететін қазіргі уақытта мысалы бір істі бітірдім, апелляциялық шағымды мысалы қанағаттандырусыз қалды. Былай қаласа біздің мысалы шет мемлекеттерде телевизордарда көрсетеді. ақш мемлекетінде қалай соттар қаралады, сіздер біздің соттарда. Яғни бізде, мен ойлаймын, құқықтық тәуелсіздік алғанымызға көп болған жоқ, аз ғана уақыт келді. Яғни деген соттарда бізде қатын талап бар, статистика бар. Сол талапқа сай жұмыс істеуге тырысады. Бірақ та іс қаралған кезде ең ақырғанда айтып, әлеуметтік әділеттілік деген болады. Яғни адам 20 жыл бойы сол үйде тұрды, сатып алды нәрсені. Ең басты біздің конституцияның 1-ші бабы не айтады? Біздің мемлекеттің ең басты құндылығы ол адам және адамның құқықтары. Енді сол істерді қараған кезде сол бапқа барып, өзінің тәжірибелерін қосып, заңдардың талаптарын ғана емес, кейбір кезде заң бар болса да қисыны келмей қалатын жағдай болады. Сол кезде әлеуметтік әділеттілікті орнату үшін судьяның тәжірибесі жете алып, сол жерге деген заң шеңберінен шығып жатса да, министрлік бар құжаттарға қарап, дұрыс шешім қабылдайтындай жағдай болу керек деп ойлаймын. Мысалдан айтатын болсақ, 20 жыл бойы үйде тұрған, распискамен сатып алған, төлеп жатқан, ол кісі деген бар құжаттарын берген, деген бірақ та деген екінші мұрагер өзінің мысалы сататын үйінің бөлігіне бас тарту арызын 6 айдың ішінде емес, мұрагерліктен бас тарту, ол 5 жылдан кейін берген. Мысалы 20 жылда жоқ, біз таба алмаймыз, нете алмайсыз, сотқа жүгініп жатсақ, орнатыңыздар, сатып алу сату шарты орынды. Жоқ, сіздер барып табыңыздар дейді. Ресейдің қай жерінен табады? Мысалы далада қазір шырылдап, енді не сата алмайды, не істей алмайды, 20 жыл ұйқысы жоқ. Сонда мен айтам, әділеттік, әлеуметтікті орнату үшін біздің адамдар мысалы ең басты осы тақырыпты қозғағандарыңыз жақсы шығар, өйткені деген біздің қазақ тілінде сөйлейтін, мысалы біздің өзіміздің азаматтарымыз құқықтарын білмейді екен, әлеуметтік әділеттілік дегенді айта алмайды. Мысалы, мына азаматтық істі алып тастайтын болсақ, Аягөз қаласында іс қаралды, үлкен отағасы жұмыс істейтін нәрсенде соттың алдына келді, шындықты айтайын десе қорқып тұр. Мен айтам, сіз еркінсіз, боссыз, теңсіз, өзіңіздің құқықтарыңызды айтуға сіздің құқығыңыз бар. Біздің мемлекет ең құндылығы. Егер де біреу сізге қысым көрсетсе, маған келіңіз, басқа адвокатқа барыңыз, прокуратураға барыңыз, сотқа барыңыз, мына сотта отырған сіздің
салақы төлегеннен кейін ол сіздің жұмыскеріңіз деп түсіндіріп, осы мен ойлаймын әлеуметтік әділеттілік біздің қоғамымызда үлкен болу үшін андай профилактикалық дейді ғой, құқықтың не екенін, қандай міндеттері бар, құқықтары бар, қалай жерге бару керек болады, андай әлеуметтік жобалар көп болу керек деп. Өйткені біз күні бойы жүгіріп жұмыс істей береміз, сіздер өз жұмысын істейміз, біз өзіміз жұмыс істейміз. Бұзылған кезде ғана бір нәрсеге барып сотқа жүгіріп барамыз, прокуратураға жүгіріп барамыз. Бірақ та деген андай бір іспен кездесе қалса, қарапайым адам қорқып қалады екен. Үлкен адам болса да жаман ғой ондай қорқып тұрған. Сондықтан айтатыным әлеуметтік әділеттікті нақты толық орнату мүмкін де емес. Кейбір кезде құр қылмыстар болып жатады, өлім дейді жазасы. Ол жазасын алып жатса нәрсенсе де енді адамды қайтара алмайды, жәбірленуші жаққа. Сондай енді ол әділеттік деген кең, ауқымды. Жақсы. Жақсы. Нұрлан мырза, жаңа Айжан ханым айтып қалды, кейбір адамдарымыздың жаңа құқықтық сауаттылығы аздап деп жатыр. Сізден білгіміз келіп отыр. Қанша уақытыңызды, жылыңызды заң саласында арнап жатсыз ғой? Содан білгіміз келіп отыр. Сіздің алғашқы бастаған жаңа тәжірибелік жылдарыңызбен кейінгі осы қазіргі уақыттағы адамдарды салыстыра келсек, құқықтық сауаттылық қаншалықты артып келеді және құқықтық сауаттылығын қалай бағалайсыз адамдардың? Рахмет. Мен деп айтуға болады. Мен осы адвокаттық салаға жұмысына келгеніме 24 жыл. 24 жыл, Енді осы уақыттың ішінде мен көріп келе жатқаным, жаңағы сіздің сұрағыңызға байланысты, адамдар шынында сауаттылығы өсіп келе жатыр, нығайып келе жатыр. Көп нәрсені білетін болды. Енді. Қайбір 2001 жылдың бас кездерінде онша адамдар ондайға мән бермейтін. Қорғаушыға тапсырады, болды, өзіңіз тындыра беріңіз, бітіре беріңіз дейді. Қазір белсенді өздері қатысады. Бұрын адамдар қорғаушы сөйлесінші мен сөйлей алмаймын. Қазіргі мына немелер, өзіміздің клиенттарымыз өзі де сот болсын, тергеу болсын, өздерінің жаңағы ой пікірін жеткізуге тырысады. Ол жастардың арасында қазір өте жақсы дамып келе жатыр. Жастарымыз білімді болып келе жатыр. Көп нәрсені мына интернет жүйесінен көріп біліп алады ғой. Бірақ та мен жастарға да осы дәріс оқып жүрем, оқу орындарында, басқа жерлерде, қоғамдық жерлерде дәріс оқығанда мен айтып отырам, жалпы біреудің аузынан естіген ол өсек болып кетеді. Сіз заңды ашып, қарап, сол жерден танысыңыз. Ертеңгі күні сотта сөйлесеңіз де, басқа жерде айтсаңыз да, өзіңіздің ой пікіріңізді жеткізе алатындай айту керек. Және де мына қазіргі немеде сол кездегі мен қазіргі кезді салыстырып көрсен, сотқа жүгінушілер 100 есе көбейіп кетті деп айтсам, ол қате болмайды. Сотқа қандай да болса да құқық бұзылып жатыр деп сотқа жүгінушілер. Сол себептен сот қазір саласында әртүрлі саладағы соттар да қосылды ғой. Балалар, жасөспірімдер жөніндегі сот дейміз қазір, қылмыстық сот, экономикалық сот, жеке, әкімшілік құқық бұзушылық сот, АППК соты дейміз бар. Осының бәрі не үшін? Себебі арызданушылар көбейді. Арызданушылар неге көбейді? Себебі олар халық уже өз құқықтарын қорғауға ынта білдіріп, соған өздерін қалайда білмесе заңгерлер арқылы өздерінің құқықтарын іске асырып жатыр, құқықтарын қорғап жатыр. Сол енді сіздің жаңағы сөзіңізге байланысты. Негізі менікі қазір неме етіп отырғанда, мына құқық, адамдардың құқығы дейді. Мен мына қамау мекемелерінде отырған адамдар туралы айтайын дегенім. Олардың да қазір бір жерде маған жүгініп жатады, туыстары арқылы құқығы бұзылып жатыр екен, жаңағы түзету мекемесінде барсан, ол шындыққа сәйкес келмейтін нәрселер болады. Сол себептен мен айтам, ол жерде қадағалау, бақылау мекемелер, органдары бар, жаңағы жазасын атқарып жатқан жерде ол арнайы прокурор, спецпрокурор деген болады, соған жүгініңдер, осылай деп түсіндіріп, жаңағы айтсан, арыз да азаяды. Олар өздері көріп отырады. Ал адвокатқа жүгінсем, адвокат қалай болса да мені құқымды бұлай да қорғайды ғой деген әңгімемен жүреді ғой. Ал енді прокуратура саласында олар нақты олардың заң бұзылды ма, бұзылған жоқ айтып беретін жағдайлар болады. Сол сияқты мысалы жаңа
еңбек саласында өте көп құқық бұзушылық, әділетсіздік өте көп. Адамды жұмыс етіп алады, жаңағы жас баланы шақырып алады да, сен 3 ай стажировка өтуің керек дейді. Заңдылыққа жатпайтын нәрсе. Ақшасын төлемейді, сен жай ғана жұмыс істейсің, одан кейін көреміз сені. Аламыз ба, алмаймыз ба? Яғни бір кішкентай би отыр ана жерде, басшы. Мен шешем сенің тағдырыңды деп. А жас баланы сонымен біз қорлаймыз ғой. Яғни ол бала ертеңгі күні осы өмірге қандай көзбен қарайды? Бәр жерде әділетсіздік қой. 3 ай ол еңбек етеді, ана магазинде мысалы, ауыр коробканы қашада кішкентай қыз тасып жүреді. Стажировка 3 ай жақсы көрсетейінші деп. Одан кейін 3 айдан кейін айтады, жоқ, сен бізге жарамайтын болып қалдың, бізге келмейді екенсің десе, ана бала ертеңгі күні ең бірінші әділетсіздікпен кездескен сол кезде болады. Сондай мәселелер көп. Олардың құқықтарын қорғауымыз керек, оларға көмек жасауымыз керек. Біздің жұмысымыз сол енді. Әрине. Бізге келіп жатса, біз көмек жасауға әрқашанда. Ешқашанда ешбір адамның бетін қайтарып, мен саған көмектеспеймін деп айтқан өз тарапымнан айтты, ондайым болған жоқ. Тамаша. Жақсы қозғап өттіңіз. Сауаттылыққа қатысты мен Айдос мырза сізге қойған үшін көріп отырмын. Өйткені жаңа жоғарыда айтып қалды. Жоғары оқу орындарының бірінде білім бересіз, заң саласы бойынша. Жастардың заңды оқуға деген, заңды білем деген ынтасын қалай бағалайсыз? Енді ынтасы жақсы. Жыл сайын заң факультетіне заңгер болам деген ниет білдірушілер көп. Онымен қатар біздің енді Әлихан Бөкейхан университетінде жыл сайын халықаралық белгілі бір стандартқа сәйкес келу мақсатында немесе және мамандықтарды көбейту мақсатында әртүрлі жұмыстар жасалып жатыр. Енді мысалы өзіміздің университетте қарасақ, 4 заң факультетінде білім беру бағдарламасы 4-еу, мысалы құқық қорғау қызмет деген бар. Одан кейін сот прокурорлық қызмет деген бөлек бар. Яғни мысалы бәрі заңгер ғой, негізі просто сот бар, тергеу прокурорлық қызмет деген бар. Тергеуші мен прокурор болғандарға кішкене уклон жасайтын. Сонымен қатар мысалы құқықтану деген бар. Жаңағы Айжан әріптесіміз сияқты көбінесе жаңағы азаматтық құқықтық қатынастарды көбірек үйренгісі келген студенттерге. Сол жаңа мемлекеттік қызмет деген бар. То есть әртүрлі салада мысалы қандай бағытта өзінің бір неменесін бағытын таңдаса, сонда 4 бағытта заңгерлерді дайындауға біздің университет дайын. Оның ішінде де мысалы студенттер, әртүрлі студенттер болады енді, және 5-ке оқитын, 4-ке оқитын, 3-ке оқитын, бірақ та талпынып заңгер болам деген мақсатта оқып жүрген студенттер көп. Біздің де университетте мысалы жаңағы тәжірибе, кішкене құқық қорғау органында тәжірибесі бар, мысалы мұғалімдер өзім сияқты мысалы сабақ береді. Қандай бағыт. Сонымен қатар бір студенттер мысалы академиялық ұтқырлық бағдарламасымен де мысалы шетелге де жібере аламыз. Осы таяуда өткен семестрде біз мысалы 6 екінші курс студентін Қарақалпақстанға жіберіп, шет тілін білмесе де қазақша Қарақалпақстанға жіберіп, сонда оқып келеді мысалы. Басқа мысалы Италияға да барып келгендер бар. Олар мысалы басқа шет тілін білуге міндетті. Ал мысалы өткен семестрде 6 бала Қарақалпақстанға барып, сондағы заң кішкене академиялық ұтқырлық программасы арқылы оқып келді. Білімі бар, 4 жыл оқиды, 4 жыл оқыған жаңа практикасы бар. Осында көбінесе қазіргі мысалы байқасақ, бұрын мысалы біз өзіміз 2000 жылдар бітірсем, мен мысалы Алматыда оқып келдім. Заңгер болу үшін Алматыға баруым керек болған. Нұрлан ағамыз тоже басқа жақта оқып келді. Ал қазіргі кезде мысалы біз өзіміздің облыста оқып, өзіміздің облыстың заңгерлерін қамтамасыз ете алады біздің университет. Мысалы Айжан осы өзіміздің университетті бітіріп, қазіргі кезде Қазақстанның беткестар адвокаттар мөлі республикалық адвокаттар алқасының мүшесі, президиум. Жақсы. Енді жаңа бір сұрағымыз келіп отыр. Айжан, мен сізге қойып отырсам, қазір енді қарайсақ, ұстаздар енді жаңағы өздерінің біліктіліктерін арттыру үшін түрлі курстардан өтіп жатады, спортшылар белгілі бір жаттығуларын жасайды деген сияқты. Адвокаттар өздерін қалай шыңдайды, біліктіліктеріңізді қалай дамытасыздар? Осы адвокаттар алқасы деп жатырмыз ғой, жаңа қандай да бір шараларды ұйымдастырып, біліктілікті арттыру жұмыстары қалай жүргізіледі? Біз енді адвокат болғандықтан сізге айтайын, өз басым әр күн мысалы бір сабақ болсын, бір нәрсе болсын өтіп жүремін. Ал бізде стандарттар бар.
Біз деген жыл сайын қазіргі стандарттар өзгеріп жатыр. Бізде центр повышения квалификации деген болады. Мысалы, университеттерде бар, ол деген жеке ұйымдар бар. Біздің өзіміздің Астана, Алматы, Ақтөбе және де басқа деген қалаларда өзінің сондай орталықтар бар. О жерлерде деген арнайы деген лекция оқиды. Кей кезде ондай лекцияларды өзінде өткіземіз, тренинг өткіземіз. Онда деген бізде қоғамдық емес, қоғамдық ұйымдар коммерцияландырылмаған, оларда өткізеді деген әр кезде сабақ болып жатады. Мысалы, өзім адвокаттарды жұмыс атқарған кезде қауіпсіздік туралы көп лекция оқимын. Біз деген тек қана мысалы адвокаттар емес, бізге судьялар да, мұғалімдар да тәжірибесі бар, прокурорлар да деген біліктілік кеп, әрбір тақырыптары алып солдай повышение квалификации деп жоғарылатып, өзіміздің тәжірибемізді жоғарылатамыз. Ол бойынша жаңағы мен қосып айтып кетейін дегенім, бізде жаңағы сот саласында домалақ столдар көп өткізіледі. Соған біздің адвокаттарды міндетті түрде шақырады, адвокаттар белсенді қатысып жатады сондайларға. О жерде көптеген жаңалықтар естілуге болады. Одан кейін біздің мына адвокаттардың арасында жаңағы повышение квалификациямызды жоғарылату жөнінде, сол жаңағы мына Әлихан Бөкейхан университетінде біз өзі курс өтеміз. Білікті жаңағы профессорлар, доценттер бізге сабақ береді. Сол жерде көптеген жаңағы күнделік мына тәжірибеде жұмыста жүріп, біз кейбір кезде заңның өзгерістерін, жаңартқан жаңалықтарын қарамай қалсақ, мысалы сондай кезде сабақ өткізген кезде көп нәрсені қайтадан есімізге түсіріп, бізге жолдамасын айтып жіберіп жатады. Одан бөлек енді қазір біздің Абай облыстық адвокаттар алқасында ішінде мына ардагерлер қоғамы ғой, жоқ, кеңесі ғой, союз ветеран кеңесі құрылды осы жуықта. Енді біз қазір басқа жаққа барып, Астана қаласына, Алматы қаласына барып адвокаттарды жолдағанша, сол жақтан барып оқыңдар деп шығынданбай, біз қазір өзіміздің немеде тәжірибелі адвокаттарымыз бар. Жаңағы міне өздеріңіз көріп отырсыздар, міне біз студияға келіп отырған азаматшаны мен таныстырып отырмын, тәжірибелері өте мол. Сол себептен жас келген адвокаттарға осындай сабақтарды жүргізіп, дәрістер оқып, өстіп білімдерін кішкене жоғарылатуға әрқашанда біз осындай өткізіп жатамыз. Сол сияқты мына заң департамент юстиция көбінде осыған белсенді қатысып жатады, прокуратурамен біріктіріп жаңағыдай сабақтар өткізіп жатады. Осындай деймін. Жақсы. Айта кетуге болады екен, Айдас Мырза деген біраз деген үндемей отыр ғой, сол біздің ардагерлер ортасында өзіміздің тәжірибемізді жоғартылатын орталық ашылып жатыр. Сол жерде деген басшылардың бірі болып саналады, ол кісіде сабақ беруге қазір деген сондай бір жоспар жасалынып жатыр. Сондықтан адвокаттары күндікті өз жұмыс істеп, біз деген өзіміз ғана оқымаймыз, біреулерді оқытамыз. Мысалы, буллингке қарсы мұғалімдерді оқытамыз, оқушыларды оқытамыз, прокурорларды кейбір кезде, сотрудниктарды дейді ғой, полиция қызметкерлеріне кейбір кезде шақырады, сондай біліктілік сабақтарын беруге. Жақсы. Сіздерге алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызды жаңағы жақсы ақпарат беріп, студиямызға уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін, жұмыстарыңыз сәттілік істеріңізге береке берсін дейміз. Өте ауқымды тақырыпты атқарғандарыңыз үшін. Қымбатты көрермен, әділетті қоғамда өзгерістер жасында да өте көп. Қазір тағы бір мәрте білгіміз келіп отыр. Жаңа қалалар пайда болып, еліміздің көркейіп жатқанын айта кеткеніміз жөн. Былтыр ғана жаңа қала біздің қатарымызға қосылды. Әріптестеріміз арнайы сол қалаға барып, тыныс тіршілігімен танысып, бізге әдемі бір бейне сюжет дайындаған екен. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Қайырлы таң. Өңір жұртшылығына Жетіген деген атпен белгілі ауыл енді үлкен облыстық маңызы бар қалаға айналды. Қаланың тыныс тіршілігімен танысып, біз саяхат жасаймыз. Ендеше біз Алатау қаласындамыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылдың 9 қаңтарында Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы жарлыққа қол қойған еді. Нәтижесінде Алатау аталатын жаңа шаһар бой көтерді. Біле жүріңіз, бұл еліміздегі 90-шы қала.
Қымбатты көрермен, мен Қонаев қаласындағы Алматы облысы әкімдігінің ғимаратында тұрмын. Байқап тұрғандарыңыздай, менің қасымда жаңа қаланың жоспары жобасы берілген. Енді жаңа қаланың даму жоспары қандай? Бұл қаланың ерекшелігі неде? Осындай бір қатар сұраққа жауап іздейміз. Менің қасымда Алматы облысы сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Болат Мұсылманбеков. Болат Аманжолұлы, бұл Алатау қаласы несімен ерекше? Алматы мегаполисінің солтүстік жағына, Қонаев қаласының оңтүстік жағында және Қапшағай су қоймасының төменгі жағында орналасқан. Мысалы, туризм бизнесін жасаймын деген адамға Green City деген аймағымыз бар. Ол Қонаевқа, Қапшағай су қоймасына жақын жерде тұр. Осы жерде бар ма кәдімгі? Мына жерде. Green City бұл. Green City осы жерде. Екінші қала өндіріс қаласы, ол Гровин дистрикт деп аталған. Қазір өндіріс қаласы қазіргі жетіген. Яғни бұл аумақты тұтас алады. Бұл аумақты тұтас алады. Бұл жердің климаты, сейсмикалық қауіп-қатерге байланысты, көрсеткіштеріне байланысты бір ақпараттар бар ма? Алматы сейсмикасы 9-10 балл, таудың етегінде тіпті 10 балл. Ал бұл төңіректерде Қапшағай қаласына дейін, Қонаев қаласы 6 балл. Сонда екі ортада 7-8-6 баллға дейін сейсмикалық тұрғыда тиімді. Жаңадан салған үйлер сейсмикалық шарттың бәрін орындалып салынады. Алматының ұзындығы 41 шақырым болса, Алатау қаласының ұзындығы 65 шақырымға созылады. 88 мың гектарды құрайтын қаланың ауданы 4 орталыққа бөлінбек. Біріншісі қаржы және өнеркәсіп бағытында, екіншісі білім, ғылым және тамақ өнеркәсібі саласында, ал үшіншісі өнеркәсіптік және логистикалық, төртіншісі туристік және ойын-сауық орталығы ретінде дамиды деп жоспарланып отыр. Мен қазір Жетіген ауылындамын. Міне осы жерде Алатау қаласы салынады. Ауасы қандай керемет, саф, таза, мүлгіген тыныштық жанға рахат сыйлайтындай. Менің қасымда Жетіген ауылының әкімі Нұрлан Әбілұлы. Алатау қаласына байланысты дәл қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қазір енді жалпы ұйымдастыру жұмыстары өткізіліп жатыр. Жаңа жоспарлар құрылып, жаңа қандай мекемелер осы бізге осы жерде ашылатындардың, әкімшілігіміздің ашылатын жаңа әкімшілігінің соның дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жетіген деген атау өте керемет атау болатын кезінде, біраз біздің халқымыз, тұрғындарымыз да сол жағынан да өз ой пікірлерін айтқан болатын. Бірақ та менің ойымша осы біздің Алатау қаламыз тек қана бір Жетіген округынан құрылып жатқан жоқ. Бұл Алатау қаласына 3 ауданның ауылдары, басқа да ауылды мекендері кіріп отыр. Сондықтан осы атау ортақ болсын деп Алатау қаласы деп аталып отыр. Сондай-ақ мұнда Қазақстаны ғана емес, бүкіл орталық Азияны ғылыми білім беру хабын құру жоспарланған. Жаңадан салынатын жоғарғы оқу орындары мен колледждерде оқитын студенттердің саны 40 мыңға дейін жеткізілмек. Осы жыл өте жақсы жаңалықтан басталды. Әрине 36.700 халық бар. Неофициально соны қоссақ 30 мыңнан асып кетеді. 6 мектеп бар. Болашақта әлеуметтік нысандарды, әлеуметтік салаларды көбірек салуға болады. Қалада діни объектілер алып ипподром тұрғызылмақ. Ең бастысы Формула 1 автожарыс тас жолы салынады. Нысан Халықаралық автомобиль федерациясының талап қағидаларына сәйкес келмек. Жаныңа қайсы жақын? Жетіген ауылының азаматы әлде Алатау қаласының жігіті деген сөздің қайсысы ұнайды? Алатау қаласының жігіті. Несімен ұнайды? Әдемі естіледі. Жетіген десек уже, бұл қала болып жатыр екенсіңдер деп құттықтап жатыр көбісі. Қуаныштымыз әрине. Халқымыз көбейсін. Халқымыз көбейсе, тіршілік болады, бәрі болады. Осы жерде тұрғанымызға 40 жыл болды, қала болып өсіп жатырмыз. Маған осы ауасын айт, тазалығы, природасын айт. Бұл қаладан болашақта не болған армандайсыздар? Мен осы жолдарын жөнделіп, көптеген ойын-сауық кешендері салынғанын қалаймын. Мен кітапхана ашылған қалаймын және жаңадан мектептер салынғанын қалайтын едім. Мен жастар үшін қызықты жерлердің ашылғанын қалаймын. Әртүрлі оқу орындары, және де тағы да басқа ойын-сауық кешендері. Алатау қаласының құрамына 12 елді мекен кіреді.
Бұл тізімде Алматы облысы Талғар ауданының Дәулет және Қайрат ауылдары, Іле ауданының Жетіген, Еңбек, Жаңа Арна, Құйған, Жаңа Талап, Жаңа Дәуір, Ынтымақ, Қоянқұс елді мекендері. Сондай-ақ Қонаев қалалық әкімшілігіне қарасты Заречное және Арна ауылдары да бар. Армысың көрермен, экран алдында жаңадан жайғасқан біздің сүйікті көрермендеріміз болса, екінші сағатымызды да бастаймыз. Бүгін көтеріліп жатқан тақырыптарымыз ауқымды, сондықтан тақырып ашылу үшін жаңағы спикерлермен өте көптеп ақпарат сұраудамыз. Енді бұның барлығы біздің көрермендеріміз үшін. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ал дәл қазір 20 ақпанға арналған ауа райы болжамын ұсынайық. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, синоптиктер облысымыздағы ауа райы болжамын тура осылай болжаған екен. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, біз бағдарламамыздың екінші сағатын бастап жатырмыз. Экран алдына жаңадан жайғасқан көрерменге сәтті күн тілегіміз келеді. Бүгінгі күнге қойған жоспарларыңыз толығымен орындалсын деп айтамыз. Бүгінгі күн несімен есте қалды, қандай елеулі тұлғалар дүниеге келді, қандай оқиғалар тарихта алтын әріппен жазылды екен, бірге білейік. Атаулы күндер айдары. 1986 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан көп мақсатты ғылыми зерттеу кешені Мир орбиталық ғарыш станциясы ұшырылды. 1988 жылы америкалық RBA және поп әншісі барбадостық актриса Риана дүниеге келді. 1999 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданының орталығында ғұлама ғалым Қаныш Сәтпаевқа ескерткіш орнатылды. Бүгінгі күн осында елеулі оқиғалармен есте қалған екен. Ал дәл қазір Назерке әріптесіміз дайындаған ақындар антологиясы айдарын ұсынғымыз келіп отыр. Әр бейсенбі сайын Елге сәлем хабарынан ақындар антологиясы қалың көрерменге жол тартады. Ендеше Назерке әріптесіміз келесі жас ақын Нұрсұлтан Амангелдімен сұхбат жүргізіпті. Экранға зер салайық. Жас ақынның шығармашылығымен таныс болайық. Армысыз көрермен, эфирде ақындар антологиясы, ақын дәуір айнасы, қоғамдағы тыныс тіршіліктің айқын барометрі, елмен бірге емірене алатын ерекше жаратылыс иелері. Бүгінгі ақындар антологиясының кезекті кейіпкері дарынды талантты жан, жас ақын Нұрсұлтан Амангелдінің шығармашылығына арналады. Бүгінде жас ақындардың қатарынансыз, жырға қадам басып келе жатқан жас таланттардың бірісіз. Енді өзіңізден білсек, алғашқы сауалымызды қойып өтсек, жалпы өнер өлкесіндегі жыр тебіреніс сізді ақындық өнерге жетеледі ме? Бойыңыздағы осы қасиетті қашаннан байқадыңыз? Толығырақ өзіңізден білсек. Жігіттің жақсы нағашыдан демекші, менің нағашы аталарым, яғни Тоқтарбай атам, үлкен данагөй кісілердің бірі болған. Солардың қасиеттері маған дарыған болса керек. 5-ші сыныпта аналар күніне арнап бір шумақ өлең шығарған болатын. Ары қарай 7-ші сыныпта ұстазым Нәзгүл Бауыржанқызы
менің әдебиетке, ақындыққа деген қызығушылығымды байқап қаламды ұштады. Ары қарай Мұхтар Әуезовке арналған байқауда Мұхтарға арнау атты өлеңімді оқып, 2-ші орын иеленген болатын. Сол өлеңді қазір сіздерге оқып берсем. Тамаша, алғашқы туындыңызды тарту етесіз, тамаша. Мұхтарға арнау. Мұхиттай терең ойлы Мұхтар бабам, 1000 жылдық түрен салып шықтар надан, көркем баба тілінің құдіреті, ол абайға болса егер құштар қалам, тарихта өшпестей боп қаладатың, жолымен баста белді барадақын, кітап болып жеттің сен болашаққа, арқалап арыстардың аманатын, қалың ел жүрген шақта жарық тіздей, темір қазық таппады халық сіздей, ай барлы алталаштың аспанында, жарқыратып тұрсын бабы алт күндей деп, осы өлеңімді айтып 2-ші орын иеленген болатын. Әрбір Абай елінде өскен бала, әрбір Абай елінде өскен бала өнерге жақын болады деп ойлаймын. Мен де Абайдың ізбасары болғандықтан, болмасаң да ұқсап бақ деп, көптеген тақырыптарда өлеңдер шығарамын. Ой, қандай тамаша, иә? Туындыңыз көпшілікке ой салады екен, өрелі жастың қаламнан туған өр рухты жүр екен. Енді баба рухына арнап, арнайы туындыңызды тарту етіп жатырсыз. Бұл үлкен сый деп қабылдау қажет. Енді кезекті сауалымыз қойып өтсек, алғашқы туындыңыз, иә? Есіңізде бар шығар, алғашқы туынды ақынның үлкен шығармашылық бастауына жол ашып жатады, иә? Алғашқы туындым анама арналған туынды болатын. Ол туынды қазір мен қолымда жоқ. Сол кезде 5-ші сыныптарда кішкентай кезімде шығарған өлеңім бір шумақ. Сол өлеңдерім ары қарай өзім ұстазыма арнадым. Тағы да басқа тақырыптарда көптеген өлеңдер шығардым. Шабытты шақтарыңызда қандай күй кешесіз? Сізге не шабыт сыйлайды? Шабыт дегеніміз, шабыт деген ақынның ішкі жан дүниесі, ішкі тербенісі. Мен шабытты осы айналамда болып жатқан жақсы игі істерден, жақсы болып жатқан жағдайлардан аламын. Сол шабыт дегенге мен өзімнің осы Абай облысындағы Ертіс өзенінен алған шабытым, сол Ертіске арнап өлең шығарғанмын. Сол өлеңді оқып берсем? Иә, шабытты шақта туындаған ерекше туынды, иә? Олай болса, көрерменге тарту етейік. Ертіс толқып сыр шертеді, желмен тербеп жағасын, күміс суы айна көңіл тулап толқып ағысын. Жағасында жасыл белден күмбірлейді күйәні, тарихыңды толқындарың жатқан соққан жырағы. Көктем келсе тасып ағар, жайнап кетер жайлауың, алтын күнмен астасады саған деген арнауым. Ей Ертісім, мөлдір әнім, туған жердің жүрегі, қайсар рухың, текті сырың, ұрпақтарға тірегі. Ой, қандай тамаша туынды, иә? Ертіске арнап, біздің ақын баламыздың әдемі жыр туындысы туындапты, әрине. Тамаша. Жалпы енді адам бойындағы қандай қасиетті, құндылықты ерекше бағалайсыз? Адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі адами болмыс деп жатады. Өмірлік ұстанымда. Менің өмірлік ұстанымым, мен оқушы болғандықтан, адамдықтан ада болуды ұсынамын. Қазіргі заманда басқа да өзге елдерден кем болмай тең болмыс үшін біліммен өзіміз дәлелдеуіміз керек. Осы уақытта мен ұстазым мен анам әрдайым қолдайды, бағдар береді. Мен өзімнің сыныптастарыма, қатарластарыма, замандастарыма да білім қуып әрдайым дамып, оқып жүруді тілеймін. Табиғаттың тазалығы қар болса, адамның тазалығы армен өлшенеді. Осыған байланысты мен сиясы кеппеген жаңадан шыққан өлеңім ар мен қар атты өлеңді оқып берсем. Ой, қандай тамаша туынды, қабыл алайық. Олай болса сіздің жыр туындыңызды, ыстық ықыласыңызды өлеңмен жеткізейік. Ар мен қар. Ар биікте асқақтайды шөкпейді, ардың сөзі арсыздықтан шектейді, адал жүрек шындық үшін жан беріп, қара түнде сәулесі болып кетпейді. Қарда аппақ,
бірақ салқын мұздай кеп, тазалықтың күйде түрі жалған тек, жылы сөзбен еріт алсаң жүректі, қайғың да жоқ, ызғарың да қалмас деп. Ардың жүгі ауыр болар көтерер, түк болмаған кейбір жанға бекерер, ақ қар сынды сырты қымбат алдамшы, салмақ жоқ, қол ұрсаң да көтерер. Қара су болар, жерге сіңіп жоғалар, арсын баса мұң жүл өтсе солалар. Ақ жүректің тазалығы мұз емес, шын адал жандар ар биігі болалар. Арсыз занның сөзі қардай жылымас, ынсапсызға ақ та қара болмас. Көңіліңде аярлықтың ізі жоқ, адал жанның ісі әркез құрымас. Ой, қандай тамаша туынды, адалдық ең басты адами қасиеттің, құндылықтың бірі. Тамаша туынды әрине көпшілікке ой салады. Әсіресе адами болмыстан ажырамау үшін адамдық қалпымызды жоғалтпауымыз қажет. Тамаша. Жалпы өзіңіздің есіңізде қалған ерекше бір оқиғамен бөліссеңіз, енді түрлі байқауларға қатысасыз де? Мен үшін есте қалған сәттер көп. Мен негізі қазақ әдебиетінен бөлек Қазақстан тарих пәніне қызығам, сүйіп оқимын. Қазақстан тарих пәнінен көптеген байқауларға қатыстым, олимпиадаларға қатыстым, солардың жүлдегерлері болдым. Сол кездегі сәттер естерімде көп қалды. Сол кезде бір өлең шығардым. Өзіміздің Айбарлы батыр Қабанбайға деп. Сол өлеңді қазір оқып берсем, Қабанбайға арнау. Сол ерекше есте қалған сәтті сіз өлеңмен жеткізесіз. Тамаша. Қара аспанды аршыған түнегінен, қайрат күшін танытқан білегімен, қара жұртын қазағын қорғап өткен, қос дұшпанды қақ бөлген жүрегінен. Қара қосың тендеген қара таңға, қас батыр боп елді ауызға қаратарма, қырыңдай боп қалықтап қанат жайып, қайсарлығын танытқан қара тауға. Қас дұшпаны қолында қансыраған, қарт қазағым деп жүрді қалсын аман, қара қорым жылдарды тас талқан қып, қара керің шоқшытып қамшылаған. Қара қазақ балаңдайғы, бабаңдайғы, қаһармандар қатардан қала алмайды, қайса жұртым деп танытқан өрелікті, қайсар халқым ұмытпа Қабанбайды. Ой, қандай күшті туынды. Бір тұлғалы батырға ақынның жүрек алды туындысы арналыпты. Әрине үлкен ізденіс жатыр ол тұста. Тамаша. Жалпы білуімізше енді 8 қырлы бір сырлы жігіттердің бірісіз. Өзіңіздің әртүрлі қабілеттеріңізді дамытып, бүгінде өнер өлкесінде дарынды ұлықты ұлдардың бірі болып өнер көрсетіп жүрсіз. Жалпы өзіңіздің қызығушылықтарыңыз жайлы білгіміз келіп отыр. Мен әнмен айналысып жүргеніме 8 жылдай болды. Осы 8 жылда көптеген жетістіктерге жеттік. Республикалық байқаулардың гран-при иегері атандық. Қазіргі кездегі дайындалып жүрген ұстазым Абай облысының жарқын жұлдызы, Қазақстан Республикасының үздігі Гүлденан Оғайбаева. Қазір біз Жарқын болашақ байқауының Абай облыстық кезеңіне дайындалып жатырмыз. Сәттілік тілеп қойсаңыздар болады. Ал қазіргі кезде мен 6 жасымнан бастап домбырамен айналыстым, қазір де айналысам. Қазіргі кезде гитараны үйреніп жүрмін. Гитарамен айналысам және флейта деген аспаппен қызығып дайындалып жүрмін. Ой, қандай тамаша, барлығын бір мезетте меңгеруге тырысып жатырсыз. Бұл енді тамаша табанды еңбектің нәтижесі. Әрине енді ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөз бар. Жалпы ұстаздарыңыз өте білікті, кіл мақтылар, мақты мамандар. Жалпы ұстазыңыздың жиі айтатын ақыл кеңесі қандай? Ұстазым жиі айтатын? Жиі бағыт бағдар беретін шығар, өзіңізге? Бағыт бағдар беретін. Әрдайым мені қолдайды, әрдайым маған бағыт бағдар береді. Ылғи айтатын сөздері. Мысалы, әннен беретін ұстазым. Әрдайым сахнадан қорықпа, сахнаны өзіңді үйіңдей көр дейді. Ешқашан тек өзіңді еркін ұста, сахна сенің үйің. Әрдайым сонда өзіңнің жетістігіңе жетесің деді. Ал өзімнің тағы да көптеген ұстаздарым әрдайым қолдайды. Әрдайым мен жақсылыққа тілейді, әрдайым осы шәкіртім болсын, бәрін көрсін дейді. Осындай көптеген ақыл кеңестерін айтады. Тамаша. Жалпы
сіздің өнеріңізге отбасыңыздың, жақындарыңыздың қолдауы қаншалықты маңызды? Әрине білдіреді, жақындарым әрдайым қолдайды. Әрдайым қолдайды, бір байқауға шыққанда хабарласып, біз саған сенеміз. Бұрса гран-при, бұйыртса гран-при аласың деп маған қолда береді. Сіздің өнеріңізге, отбасыңыздың, жақындарыңыздың қолдауы қаншалықты маңызды? Енді сіз өзі өнерлі, талапты жастардың бірісіз, иә? Жақындарыңыз жиі қолдау білдіретін шығар. Сіздің өнеріңізге тамсанып, өз пікірлерін білдіретін шығар. Әрине білдіреді, жақындарым әрдайым қолдайды. Әрдайым қолдайды, бір байқауға шыққанда хабарласып, біз саған сенеміз. Бұрса гран-при, бұйыртса гран-при аласың деп маған қолда береді. Соның арқасында мен жігерленіп, өзімді керісінше күшті сезінемін. Тамаша. Жалпы енді қандай пәндерді ұнатасыз? Жаңа айтып қалдыңыз, иә? Тарих пәнін ұнатамын, әдебиетті ұнатамын деп. Негізі өзім жақсы ұнататын тарих пәні, тарихқа қызынамын. Әдебиет, қазақ тілі пәндері. Тағы тарих, қазақ тілі пәндері және математика және химия пәндері. Ұнатасыз, иә? Жалпы енді өнермен де айналысасыз, оқуға да уақыт бөлесіз, барлығын ұштастыру өзіңізге қиындық тудырмай ма? Жоқ, қиындық тудырмайды. Керісінше? Керісінше одан мен шабыт аламын, керісінше өзімді күшейтемін, өзімді дамытамын ары қарай. Талпыныс қоясыз, иә? Талпыныс қоямын. Жалпы енді алдағы уақыттағы жоспарларыңызды білсек, енді жаңа жырлармен толығатын шығар, иә? Тағы да өлеңдер көбейеді, бұйыртса. Тағы да байқауларға қатысам, сол жарық жұлдыз байқауына дайындап жатырмыз. Тағы да ақындықтан өлеңдерімді көбейтем. Тағы да бір жерден жарып шығамыз. Ой, қандай тамаша. Үлкен сеніммен, үлкен мақсатпен жетістікке жетеміз деген сенім бар дейсіз ғой, иә? Ақындар мүшәйрасы жайлы баяндап берсеңіз, жалпы қандай мүшәйраға қатыстыңыз, есіңізде қалған бір үлкен байқау болған шығар, иә? Сіздің өміріңізге, өсуіңізге себепші болған? Менің өсуіме көмектескен байқау ақындықтан. Сол Мұхтар Әуезовке арналған байқау болды. Орда мен көптеген ақын балаларды көрдім, көптеген мықты ақын ағаларды көрдім, жюриде отырған. Ордан үлгі алдым, бізге кеңестер айтты, және балалардың қалай өлең шығаратынын көрдім. Сол Мұхтар Әуезовке арналған байқаудан өзіме көптеген кеңестер, өзіме көптеген тәжірибе жинадым. Ақындық жолда, шығармашылықта табанды еңбектеріңіз ақтала берсін, алға қойған арман мақсаттарыңыз орындалсын. Енді осы өнер жолында ұлықты ұлдардың бірі болыңыз. Өзінің жолы қалыптасқан, қолтаңбасы қалыптасқан жандардың қатарынан көрейік, үлкен сахналардан көрейік. Енді арманы асқақ жан әрқашан ізденіс жолында табанды еңбек етеді. Осы еңбектеріңіз, ізденістеріңіз үлкен белестерге жетелесін. Ұстазының айтқанын орындайтын, ұстазы мақтаныш көретін үлкен бір тұлғалардың қатарынан көрейік. Жолыңыз ашық болсын, тек сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, осымен ақындар антологиясы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Міне қымбатты көрермен, бүгінгі студиямыздың
қонақтары өздеріңіз көріп тұрғандай біздің әскерде отандық өздерінің отан алдындағы борышын өтеп жатқан жауынгерлеріміз, қатардағы жауынгерлер осы 4 ай уақыт болды. Қазір осы әскерде жүргендеріне қазір әскери өмірдің қызығы, қиындығы туралы ақпарат білетін боламыз. Ал сіздердің жаңағы алдыларыңызда өздерінің күнделік жасайтын әдістерін, тәсілдерін көрсетіп жатыр. Ендеше қош келдіңіздер. Қазір толығырақ ақпарат білетін боламыз. Ал дәл қазір әуезді ән ұсынайық. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермен, әуезді әннен кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Шынында да жаңа жігіттердің нағыз өнерін тамашалап жатырмыз. Қазір толығырақ ақпарат білетін боламыз. Студиямыздың құрметті қонақтары Ораз Кәрібай және де Арман Касимов, қатардағы жауынгерлер. Қош келдіңіздер. Шақырғандарыңызға. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Енді жаңағы таныстырып жатырмыз ғой, отан алдындағы борышын Семей қаласында өтеп жатсыздар. Енді алғашқы сұрағымыз өздеріңізге қойғымыз келіп отыр. Ораз мырза және Арман мырза, өздеріңіз толықтырып жауап берсеңіздер, күн тәртібі қалай? Осы әскери өмірдегі әскердің бір күндік күні қалай өтеді? Қазіргі уақытта әскердегі сарбаздарға өте жеңіл деп ойлаймын. Өйткені ештеңені ойластырып, не жоспарлап қажет емес. Біз үшін оның бәрін ойластырып, ескеріліп, жазылған. Мысалға, бір күнді айта кетсем болады. Таң атқаннан таңғы жаттығуларға барамыз. Одан кейін казармаға келіп, төсек орындарын жинап, жуынып, таңғы асқа шығамыз. Таңғы астан бізден түскі асқа дейін кәдімгідей жауынгерлік сабақтар болады. Мектеп оқушылар сияқты, не студенттер сияқты сабақ оқимыз кәдімгідей. Және де сол 13:30-да обедке барып, түскі асымызға барып келеміз. Түскі астан кейін әрі қарай өзіндік дайындық сабақтары және жауынгерлік дайындық сабақтары болып жатады. Кешкі ас алдында спорттық шаралар болады. Кешкі асқа шығамыз. Кешкі астан соң әр сарбаздың өзінің жеке уақыты бар. Жеке уақытта ертеңгі күнге киімдерімізді дайындаймыз. Біреулер кітап оқиды, біреулер теледидар көреді. 20-25 минут киімдерімізді дайындап, одан кейін өзіміздің жұмыстарымызбен айналыса береміз. Сағат 21:00-де жаңалықтар көру уақыты бар. Жаңалықтар көреміз. 21:30-да кешкі серуенге шығамыз. Рота, взвод ішінде біз әндер шықаймыз. Өте жақсы. Сағат 22:00-де казармаға келіп, ұйықтауға жатамыз, жуынып шайын. Болды. Тамаша. Арман, енді осы күн тәртіпке үйрену қиын болған жоқ па? Жоқ. Күн тәртіпке үйрену ең басында қиын болады, бірақ та осы кезде ең басында келген кезде сарбаздарға ең басында сарбаз болу қиын өте. Содан кейін келгеннен кейін уже 30 күннен кейін адаптация беріледі. Соған уже үйрене бастайсың, ақырын-ақырындап. 1-2 ай өтеді, үйрене бастайсың. Ең басында бізге өте қиын болды, таңертең тұру, тамағымен қиын болды. Қазір кезде өте оңай. Осы үйренгеніміз 30 күн ішінде, жаңағы 3-4 айдың ішінде өзіміздің жақсы нәтиже көрсетіп отырық. Қазір кезде спорттан жақсы нәтиже көрсетіп отырық. Айта кетсек, осы азаматтық өмірден кейін түске дейін ұйықтап, кешке дейін ұйықтамай, өзіміз қалаған кезде тамақ ішіп, қалаған кезде ішпей жүргендіктен басында қан үйрету қиын болды. Бір жұма қиналдық енді, расымен. Одан кейін үйренісіп кетеді, өйткені жағдайлар жасалған. 1 ай бойы бізді ештеңе артық нәрсе сұрамайды. Кәдімгідей баптап, үйретіп, осылай істеңдер деп үйретіп шығарып. Одан бөлек, қалай айтса болады, бұл сержанттар мен офицерлеріміздің арқасы бізге ауыр салмақ салмай, өзіміз жетектеп осы жерге дейін алып келді ғой. Көп-көп рахмет айтамыз. Жалпы енді сіздердің күн тәртіптеріңіз әрбір минут сайын жазылған, өздеріңізге уақыт бөлуге жаңағы минуттар табасыз ба вақыт? Қарастырылған. Күнде 1 сағаттай, не 40 минуттай уақыт беріледі кешкі астан кейін. Ол уақытты біз жақсы пайдалана білеміз. Өйткені 25 минут кешкі мана айтыла кеткендей ертеңгі күнге киім дайындап, одан біреу теледидар көреді, біреу спортпен шұғылданады, кітап оқиды, шахматы, одан кейін тоғызқұмалақ, қаншама қызық нәрселер бар. Және
Тағы сұрақтарыңыз болса? Жалпы енді демалыс күндеріңіз қалай өтеді? Иә, бір шаралар ұйымдастырылатын шығар, иә, әскерлердің өз араларында. Бізде мысалға әр демалыс күн әртүрлі өтеді. Өйткені демалыс күндерге арнайы жоспар құрылады. Бір демалыс күндері біз спорттық шаралар ұйымдастырылады, бір демалыс күндері музейге апарады, басқа күндері кино көреді, және де көрікті жерлерге апарып қыдыртады. Одан бөлек бізде киім жуу қарастырылған, шай шалу, тағы да басқа өзімізге керек заттар сол демалыс күні жасаймыз. Өйткені бос уақыт көп. Ұйқымызды қандырып, таң атпай, асықпай тұрамыз. Тамаша. Енді білгіміз келіп отыр. Негізі қай жерден тумасыздар өздеріңіз? Негізі Жамбыл ауданы, Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Баян ауылының тумасы болам. Ақмола, Астана жақтан өзім келдім әскерге. Өзіңіз? Павлодар облысы Баянауыл ауданында болам. Туған жерім сол жер. Енді Семей қалай өздеріңіз ұнап жатыр ма? Несімен ерекше, иә? Осы отандық борыштарыңызды Семейде өтіп жатқандарыңыз қандай әсердесіздер? Былай айтқанда погодасы өте жақсы, бірдей. Былай айтқанда Астанамен өзім келген елімнен өте жақсы бірдей. Ұқсастайсыз ғой. Жақындарыңызбен сөйлесіп, иә? Сөйлесіп тұрсыздар ғой. Иә. 2 сағат демалыс күндері 2 сағаттан беріледі. Ең жақсы жері ол бейне қоңыраумен де хабарласуға болады. Туған күні болып жатса ата-ананың, туыс-туысқандарының уақыт беріледі. Әр сарбаздың өзінің ұялы телефоны болады. Демалыс күндері бүкіліне беріледі. 2 сағат, 2 сағаттан көп ата-анаға ғана емес, достарымызға бәріне звондап үлгеріп жатамыз. Енді әскерге отандық борышты өтеуге өздеріңіз ниет білдіріп арнайлап келдіңіздер, және сұрағымыз келіп отыр. Болашақтарыңызды осы саламен байланыстырғаныңыз келе ме негізі? Иә, сондай мақсатта келдік. Ары қарай жалғастырамыз деп. Осы әскер саласында қызмет жасау ойларыңызда бар, иә? Иә, жақсы. Ендеше сәттілік дейміз, жұмыстарыңыз сәттілік, істеріңізге береке берсін. Енді Семей көрермендеріне жүрек жарты жыл лебіздеріңіз болса. Жақындарыңызға, туыстарыңызға сәлем жолдап қойыңыздар туыстарыңызға. Арман? Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Осы Астанадағы анама және ағама, туыс-туысқандарыма сәлем айтамын. Жамбыл ауданы Баян ауылына үлкен сәлем. Және де 30-217 әскери бөліміне, қолбасшыларымызға және командирлерімізге, офицер, сержант ағаларымызға көптен көп рахмет. Осындай жетістіктерге жеткізіп жатқанына. Және де сіздерге де көп-көп рахмет. Сіздерге көп-көп рахмет. Осы шақырып жатқаныңыздарыңға. Жаңағы мен Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы тұрғындарына сәлем айтам. Жаңағы өз офицерлеріме, сержанттарыма көп-көп рахмет білдіремін. Жастарға айтарым бар еді. Көп жақсы айтылған сөздер бар. Болашақ жастардың қолында. Жастар, мен сендерге сенемін деген бұл сөздер жай айтылмаған. Жастарымыз мықты болса, еліміз мықты болады. Сондықтан сіздерді отан алдында борыштарыңызды өтеуге шақырамын. Қайсар болсаңыздар, мықты жүректі болсаңыздар, келіңіздер. Мына жақта нағыз еркектер шыңданатын жер. Бәрі жақсы, барлық жағдайлар жасалған, тек қана отан алдында борыштарыңызды өтесеңіздер болды. Қазақстан алға. Тамаша, міне, қымбатты көрермен. Ал дәл қазір бейнеклип сынайық, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Кезекте көтеріліп отырған тақырыбымыз бұл қауіпсіздік басты назарда. Осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямыздың құрметті қонағымен таныс болыңыздар. Дәлелхан Аханов, Жаңа Семей ауданының азаматтық қорғау аға лейтенанты, инженері Әділет Қабдырахманов, Жаңа Семей ауданының инженері, азаматтық қорғау аға лейтенанты. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Студиямызда көргенімізге қуаныштымыз. Көтеріліп отырған тақырыбымыз қауіпсіздік басты назарда. Жалпы енді жылыту маусымы басталғаннан аяқталғанға дейін иістеу қаупі дейді. Өте жоғары болады. Сондай жағдай тұрғындар не істеу керек, қалай сақтану керекпіз? Иістеу ол мысалы кейбірде тұрғын үйлерде болып жатады. Біз қазір Жаңа Семей ауданы болғандықтан бізде тұрғын үйлер өте көп, ауылдық округтерде көп. Және де адамдар мысалы иістеу кезінде мысалы олар жылына 2 рет пешті тазартып отыру керек. Мысалы, кейбір адамдардың қателіктері, олар отты жағатта ұйықтап қалады. От, өздеріңіз білесіздер, ол қателікті кешірмейді. Кейбір адамдар немесе ішімдік ішіп ұйықтап қалады. Сол себепті пеш ашық қалған соң, адамдар улы газ тиіп, больницаға түсіп, немесе қаза болып жатады.
Жалпы енді осындай жағдайлардың алдын алу үшін рейдтар жүргізіп тұрасыздар ма? Түсіндіру жұмыстарын өткізесіздер ме? Қандай шаралар қазір жасалады? Әрине біз мысалы өзіміз Жаңасемей ауданында төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері әрдайым рейд өткіземіз. Ауқымды рейдтерді біз демалыс күндері өткіземіз. Мысалы адамдарға ол кезде мысалы Шурбы кентіне шығамыз, Озерский сельский округқа шығамыз, бәрі адамдарды қамти отырып, адамдарға түсіндіреміз. Мысалы осындай өрт болған жағдайда не істеу керек, өрттің алдын алу үшін не істеу керек. Және де біз қазіргі заманда соцсет дейді ғой, Instagram желілерінде, WhatsApp желілерінде өздеріміздің статьяларымызды шығарамыз, газеттерге статьяларымызды шығарамыз, және де видеороликтарды істеп адамдарға түсіндіру жұмыстарын атқарамыз. Енді қазіргі таңда қарап отырсақ, естеу қаупі көбінесе жер үйлерде кездеседі екен, иә? Ондай жағдайда не істеуіміз керек біз? Бұл жаңағы белгілі бір жағдайлар әсер ете ме? Мысалға үйдің жаңағы құрылысы деген сияқты, пештерден деген сияқты. Әрине, иә, мысалы кейбір адамдарға барып жатқанымыз, олардың енді социальный слоя дейді бізде, мысалы осал топтағы әлеуметтік жағдайы осал топтарда. Мысалы кейбір адамдарға барсақ, олар мысалы пенсионерлер болсын, немесе мүгедектер болсын, үйлеріне барсақ, ол кісілердің үйлерінде ескі болғандықтан пештерінде трещиналар болады, немесе андай балалар болмағандықтан олардың мұржалары тазармайды. Сол себепті сол улы газ соған әкеп соқтырады. Бірақ біздің тарапымыздан біз ондай кісілерге әрдайым көмектесеміз, рейдтік шаралар өткіземіз, қолымыздан келіп жатса мұржаларын тазартып береміз. Әдет мырза, рейдтік шаралар ұйымдастырылып жатыр ма негізі? Иә, көбісіне өткізіп отырмыз. Көбісі мен кім айтқан кезде коллегам суббота, жексенбілер күні өткіземіз. Арнайлап осы күндер таңдалады. Иә, осында. Көбісі волонтерларды шақырамыз, қалған достарды шақырып, бәріміз рейдті өткіземіз. Видеороликтер жасаймыз да, оны Instagram парақшадан сағаламыз. Жақсы. Енді Дәлел мырза, өзіңізге қойғымыз келіп отыр. Міне Жаңасемей ауданы құрылғанына да бірнеше уақыт болды ғой. Қандай жұмыстар атқарылып жатыр бүгінгі күні? Жаңасемей ауданында жаңағы айтып отқаныңыздай, негізі біз үлкен ауқымды жұмыстарды осы рейдқа қоямыз. Өйткені адамдарға түсіндіру керек қой. Одан кейін бізде өзіміз жағымыздан тексеріс болады. Сіздер енді білмейтін шығарсыздар, Жаңасемей ауданында мысалы біз мектептерді тексереміз, немесе үлкен-үлкен ғимараттар бар бізде де. Соларды тексереміз. Одан кейін мысалы сол көп басты упорды біз рейдтік шараларға қоямыз. Адамдардың өмірін сақтап қалу үшін. Енді апат айтып келмейді дейді ғой. Иіс тиген жағдайда қандай көмек көрсету қажетпіз? Иіс тиген жағдайда мысалға алып қарасақ, мысалы бір кісінің үйіне иіс тиді, және де оның көршілері соны көріп қалса, ең біріншіден сол адамды таза ауаға шығару керек. Одан кейін үйді, терезесін, есігін ашып, ол иісті кетіру керек. Одан кейін жедел түрде құтқару қызметіне звондау керек, және де жедел жәрдемге звондау керек. Өйткені ол иіс тиген кезде адам есінен танып қалады да, адам ол өз-өзіне көмектесе алмайды ешқашан. Сол себепті көмектесетін 101 және 103 нөміріне хабарласып көмектесу керек адам. Қазір енді датчиктердің орнатылып жатқанын білеміз. Бұл да өз көмегін тигізетін шығар, негізі алдын алу бойынша. Әрине, бұрында мысалы 2024 жылы Семей қаласының әкімшілігімен Семей қаласы, ол кезде Жаңасемей болған жоқ. Семей қаласында барша әлеуметтік осал топты салаға кіретін адамдарға датчиктар сатып алынған. Жаңасемей ауданында 965 адам тіркелген. Оның кейбіреуі көшіп кетті әрине, бірақ бәрі адамға датчик орнаттық біз. Бәрі адамды учетқа алдық. Қазір әр адам үйінде сондай қондырғылар құрылған, датчикті анықтайтын, угарный газды анықтайтын. Егер де угарный газ пайда болса, ол адамға бірден дабыл береді. Ол шиқылдап, солай адамға ескертеді угарный газ болған. Енді рейдтік жұмыстар көбінесе қандай жерлерде өткізіледі? Жер үйлерде, сондай-ақ жаңағы мектептерде, балабақшаларда жүргізілетін шығар. Әрине, біз түсіндірме жұмыстарды, мысалы жаңа айтып кеткенімдей, біз мектептер тексереміз ғой жыл сайын. Жыл сайын сол кезде тексергенде, сол жерде істейтін адамдарға бір аудиторияға жинап, адамдарға сол кезде түсіндіріп өтеміз. Және де сол кезде бірге тексере отырып, мысалы жер үйлерге де кіріп, адамдарға түсіндіріп кетеміз. Instagram желілерге шығарамыз, не істеу керек,
адамдарға түсіндіреміз. Кішкентай балабақшаларға барғанда балабақшаларға да айтып өрт қауіпсіздігін түсіндіріп кетеміз. Қазіргі таңда енді осы атқарылған жұмыстардан кейін статистика төмендеді ме? Әрине, статистика төмендеді. Мысалға, біз бұрында барғанда енді ауылдық округта болған соң кейбір адамдар білмей жатады, қайда хабарласу керек, не істеу керек екен. Енді қазір дамыған ғой, мысалға. Бәрі технология дамыған, адамдар біліп атады, Инстаграмнан көріп атады, әлеуметтік желілерден көріп атады. Біз уже адамдардан сұрасақ, не істеу керек десек, қандай нөмірге қоңырау шалу керек десек, уже адамдар өздері біліп тұрады. Не істеу керек екен, кейбір кезде бізге де ақылдарын айтып кетеді. Енді жаңа Семей ауданында қарасты бір шама аудандар және ауылдарда, қала сыртындағы ауылдарда да айта кеткенім жөн шығар, ауылдарға сапарлар жүргізіледі ме негізінен? Әрине жүргізіледі, мен жаңа айтып өткенде демалыс күндері жүргізіледі ауылдарға сапарлар. Көбінесе міне Шульбинск кентіне барамыз, және де міне Қараөлең, Қаракөл ауылдарына бар жақта қамтимыз. Жақсы. Енді тағы бір білгіміз келіп отыр. Қазір енді өрт қауіпсіздігіне қатысты ақпаратымызды беретін болсақ, статистикаға тоқталсақ, 2024 жылда. 2024 жылы жаңа Семей ауданында 28 өрт тіркелген, және де адам саны бір адам қаза тапты. Ал 2025 жылы қазір статистикаға сүйенсек, өрт мүлдем болған жоқ. Жаңа Семей ауданында әлі тыныш. 2 айға қадам бастық, өрт қазір жоқ дейсіз ғой. Өрт қазір жоқ. Бәрі адамдар өздерін тұрмыстағы өрт жағдайларын бәрін сақтауда. Жақсы. Енді өрт қауіпсіздігіне қатысты айтқымыз келіп отыр. Бұл енді өте қиын салалардың бірі ғой, жаңағы өте күшті қажет ететін. Сондықтан өрт арнайы шыққан уақытта тұрғындар не істеуге ескеру керек, жалпы ережелерді. Мысалы, үйде өрт шықса, ең біріншіден адам 101 нөміріне қоңырау шалу керек. Ол ең біріншіден. Одан кейін ол өз қолынан келсе, өшіруге болады. Егер өз қолынан келмесе, бірден далаға шығып, таза ауаға шығу керек. Одан кейін өрт сөндірушілерді тосу керек. Және де өрт сөндірушілеріне звондағанда ол нақты ақпарат айту керек. Үйде мысалы бала бар ма, газ баллон бар ма, әлде пенсионер бар ма шыға алмайтын. Қай бөлмеде жанып отыр, үй неше бөлмелі, қандай тұрғын мекен, қандай тұрғын үйде тұрған, орналасқанын бәрін айту керек. Енді сұрағымыз келіп отыр, тұрғындарға қандай да бір кеңес айтсаңыздар, Дәлелхан мырза? Тұрғындарға кеңес айтарымыз, тұрғындар өз өмірінен бірінші сақтау керек, өзінің және жақындарының өмірлерін сақтаңыздар, балаларды жалғыз үйде қалдырмаңыздар, балаларға қол жетімді жерге, мысалы, оттық дейді ғой, сондайды қоймаңыздар, электричествоны өшіріп кетіңіздер үйден шығарда, және де балаларыңызды терезенің алдына қатты жолатпаңыздар. Өйткені мысалы кеше ғана Шульбек кентінде бір бала терезеден құлап кетті. Сол себеп айтарым, өздеріңіздің және жақындарыңыздың денсаулықтарыңызға қараңыздар. Қауіпсіздік ережелерін сақтаған дұрыс дейсіз ғой. Жаңа енді өзіңіз біршама айтып отырған ақпараттың ішінде өрттің шығу себептері көбінесе қайсыдан болып жатады? Өрттің шығу себептері көбінесе адамдар мас күйінде үйінде ұйықтап қалады. Темекі шегіп ұйықтайды, немесе от жағып ұйықтап қалады. Соның салдарынан өрт көп пайда болады. Жақсы. Енді Семей тұрғындарына жылы лебіздеріңіз болса, мархабат. Семейдің тұрғындарына айтарым, ең бірінші өздеріңіздің денсаулықтарын сақтаңыздар, үйлеріңіз нұрға толсын, және де өрт қауіпсіздігін және өздерінің қауіпсіздіктеріңізге қараңыздар. Әдет болса. Ең біріншіден ересек кісілерге айтарым, өз балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыздар, пештерді тазалап отырыңыздар, газ баллондарын қарап, электроприборларыңызды пайдаланып сақтап жүріңіз. Жақсы, көптен көп рахмет. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде бүгінгі хабарымызды қорытындылаймыз. Ертеңгі бағдарламада жүздескенше дейміз. Қазақ елі аман, тыныш, аман болсын. Бүгін ауқымды тақырыптар көтерілді. Егер де өткізіп алсаңыздар, YouTube желісінен тамашалаңыздар. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Қайта кездескенше әр шаңырақта Семей телеарнасы қосуы болсын. Сіздермен бірге болған Елге сәлем бағдарламасы Наргиз Айдын және Азамат Кәлімбеков.